Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге нағыз пиццериядағыдай пиццаның рецептін ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір көргеннен өте сәтті шығатын рецепт. Және де видеоны өткізіп жібермей, видеоның маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші кезекте осылай ұнымызды салып, үстіне су, тұз, дрож, сұйық май және де аздап шекер қосамыз. Осының барлығын жақсылап иілеп, жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Жаңағыдай артық ұн, су қосудың қажеті жоқ. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, пиццаларыңыз өте әдемі болып шығатыны сөзсіз. Олай болса, кеттік, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Міне осымен қамырымызды илеп болдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны пакетке немесе пищевой пленкаға орап, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай уже қамырымыз көтерілген. Жаңағы салғанымызға қарағанда қамырымыз уже көтеріліп тұр. Енді осыны екі бөлікке бөліп аламыз. 648 грамм шықты. Соны тура ортасынан екі бөлікке бөліп аламыз. Бөліп болған соң қайтарып осылай зуала жасап, үстіне аздап май жағып қойып қоямыз. Тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай сұйық майды жағып, бетін жауып, тағы 5 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындап аламыз. Осылай сырымызды теркадан өткізіп аламыз. 300-400 грамм сыр керек болады. Колбасаны да турап дайындап аламыз. Салмасына әрине өз қалауларыңыз. Болгарский, помидор, не салсаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Міне қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Оның ештеңке сеппей жақсылап қамырымызды жайып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді үстіне кетчуп, майонезді жақсылап араластырып жағып шығамыз. Немесе әрине соус дайындап, соус шықсаңыздар да болады. Соусымызды жағып болғаннан соң осындай үстіне кептірілген орегано сеуіп шығамыз. Өте әдемі дәм береді. Содан соң сырымызды сеуіп, колбасамызды қойып, печкаға жібереміз. Печканы алдын ала міндетті түрде жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң мен смек пешінде 270 градуста 7-8 минутта пісіріп алдым. Әркімнің печкасы әртүрлі болғандықтан градусын өздеріңіз жобалап қоясыздар. Міне осымен пиццамыз дайын болды. Кесіп ұсына берсеңіздер болады. Үй жағдайында да балаларыңызға жасап қуансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырда өте жұмсақ, ауызға салсаң еритін пицца болған. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.